Салық, жұмыскерлер атынан қызметіне өтіңіз. Стандартты тәсілді таңдап, салық режимін көрсетіңіз. Экранда салық төленуі тиіс ай көрсетіледі. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша алдыңғы ай үшін салықты ағымдағы айдың 25-не дейін төлеу керек. Мысалы, наурыз айы үшін 25 сәуірге дейін. Қажет болған кезде кезеңді өзгертуге болады. Компанияның орналасқан жері бойынша салық органын таңдаңыз. Әр жұмыскердің жалақысын енгізіңіз. Аударым сомасы автоматты түрде толтырылады. Сізде қызметкердің өтініші болса, стандартты салық шегерімін қолданыңыз. Осылайша, сіз жұмыскер атынан жеке табыс салығын азайтасыз. Сондай-ақ қызметкер әлеуметтік мәртебесі бойынша аударымдарды төлеуден босатылса, жеңілдікті қолданыңыз. Сома автоматты түрде толтырылғаннан кейін, сақтау деп басып, төлемді растаңыз. Жұмыскер атынан салық төленді. Түбіртекті тарих сервисінен қарауға болады.